жүрегімнің қуаты, перзентлерім. Сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып, ятқар қалдырай. Ықылас бірлән оқып алыңыздар. Аның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы. Ақыл, ғылым деген нәрселер бірлән. Оның табылмақтығына себептер әуелі хавас сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана. Жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзденіп таппайды. Басында сорлықпенен, яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғала Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана шәліп мәнфағат, дәфқы, мұздаратларны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Аның үшін көбінесе балаларды жасында, ата-аналары қиянатшылыққа салындырылады. Соңынан моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады, ешбір бақына болмайды. Ол қиянатшылы балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман иқтиқатқа да қиянат бірлән болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппаға қиыннан қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жолы. Хақиқат бірлән растық, қиянаттың дұшпаны. Дұшпан арқылы шақыртқанға дос келеме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда қағынапай. Адамның ғылыма, хақиқатқа, растыққа құмары болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке антып табылады. Ол Алланың ғылым емес, хәммәні білетіған ғылымға антықты. Өзі де адамға өзінді ғылым береді. Аның үшін ол Алланың өзіне ғашықты. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақылық һәм адамдықтыр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, иззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты бірлән ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, иззат, құрмет адамды өзі деп тапса, адамдықты бұзбайды, һәм егерде адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлақ қой. Әуелі, дін исламның жолындағы пәнделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақ емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уа Құранның аның сөзі екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам аның тарамынан елші екендігіне инандық. Не бітті? Сен Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де, Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Өзің үшін иман келтірсең инандың. Ол инанмақтық бірлән қалса, саған пайда бермейді. Аның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең,
пайда береді, кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Siz amantu billahi kama huwa bi ismihi wa sifatihi dediniz. Ol isim Allahlar, hamma ol Allah Tağalanın fiil gazimlerinin attары. Olardan mağnaсын bil, ham 8 sifat zatiyaları ne degen söz kamil üyün. Özüngde anın kulu bilip, özüngde müslüm, at kayıp, təslim bolğanına rast bolasında. Öz fiildarыңda soğan öz halingşi ұқсатуды şart qıl. Allah Tağala ұқсай alanba deb, nadandık birlen ol sözden şirkenbe. Ұқсамақ däl bir deylik dağvası birlen emes, sonun sonunda bolmak. Anın üçün Allah Tağalanın sifatları, hayat, kudret, basar, samiq, irada, kalem, takin. Бұл 8-нен Allah Tağaladağıday kamalat hazırlar. Birlen bolmasa da, pendesinde de her birinin öz kalınçe barılып жаратты. Biz özümüzдің boyumuzдағы 8 zәрі atta sifatımızda, ol Allah Tağalanın 8 ılıq sifatından bas bұрғызып, özgü jolga salmaq birlen bizдің atımız müslim olalama. Olmasa gerek. Ol 8 sifatımızda hem ol attары birlen ağlamlanған fiil Xudaga, fiilimizni yertbek ne birlen tabılat, qalayşa tabılat. Anı bilmek gerek. Ol Allah Tağalanın zata, hiç bir sifattan muhtaç emas. Bizden aqlımız muhtaç, şuqargı жазылмыш sifatlar birlen tahriflap tanımakta gerek. Егерде ол сипаттар бірлән тақрифламасақ, бізге мағрифатулла қиын болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қатар ғана білеміз. Болмаса, түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл ерісті алмады. Алла Тағала өлшеусіз, ал біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Біз Allah Tağala bir дейміз. Бар демеклікте ақылымызға ұғымның бір тиянағышын айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклікте Allah Tağalaға лайықты келмейді. Аның үшін мүмкін аттың ішінде не нәрсенің үжуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әр бір хадиске айтылатығын бір кадимге тақриф болмайды. Ол бір деген сөз қаламның ішінде, қалам Allah Tağalanın ішінде. Құдай Тәбәрәка ва Тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, ва 99 әсмәи хұсталар бірлән. Бұлардың хәммәсі Allah Tağalanın затия субутия ва фиглия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдірем. Оның екеуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған 6-ы бұларға шара. Ол 6-ның бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым, құдіретті сипаты бірден сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым, құдірет олуда боларлық нәрселерме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болады. Хаятым алым, бірі ирада, яғни қаламақ. Қалым бар болса, қаламақ да бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғын өзі. Ол ирада, ғылымның бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы ме? Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретіғын құдіреті және басар, сәмиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла Тағаланың көрмеге, естімеге,
біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын қылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмеге бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым хам әзәли, хам әбди болады да, хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлген кіші болуға жарамайды. Олай болғанда, ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, әр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмеге, құдіретіне ғана бір шара. Бұл ғылым, құдірет, екі сипат бірлән 8 сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында хафлят, құдіретінде елсіздік, я нашарлық жоқ. Саниғын сұнатына қарап білесіз. Бұл көзге көрінген, көңілге сезілген ғаламда қандай хикмет бірлән жарастырып, қандай құдірет бірлән орнастырған. Еш адам ұғылының ақылы жетпейді. Бірақ бендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат қызмет қылушы. Соған қарап ойласаң, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз, ғылым, құдірет, біздің ұғуымызға ғана екі қисап болмаса, бірақ ғылымдық құдірет болуға тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бірі тәбик, бірі мәтбук болады. Бұл болса, тагриф Раббіге жараспайды. 8 сипат қылып, және ол сипаттар ла ғайру уа ләху болып бұлай айтуда. Бұлардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат жап кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа дегенде, көп нәрседен жиылып, иттифак бірлән Құдай болған болады. Құдай деу, ұтыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет, ақылдан басқа болатығын еді. Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм ол сипаты. 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Вадуд, Хафиз, Саттар, Разақ, Нафик, Уакил, Латиф деген есімдеріне бейнәхи бір ұлық сипатынан хисаплауға жарайды. Ол сөзімен нақлия дәлелім жоғардағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Ақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламда ақылы жетпейтін келісі бірлән жаратқан, анан басқа бірнен бірі пайдалатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан есі, хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатығын ақылда инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтығын жансыздарда еті ауырмайтын қылып, жан есі хайуандарды, ақыл есі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан мақшарда сұрау бермейтін қылып, бұлардың һәммәсінен пайдаларлық ақыл адам баласынан мақшарда сұрау беретін қылып жаратқандығында һәм ғадалат, һәм махаббат бар. Адам баласын құр, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл güzel сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып өзге хайуандар секілді, тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде, не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда, қажалмасын деп кірпік жасап,
маңдай тері тура көзге ақпасын деп, қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтыға махаббат емес. Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес. Ақыл көзімен қарай, күн қыздырап, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамсыларын өндіріп, неше түрлі нәбаттаттарды өстіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дәрия болып, хайуандарға, құсқа, алғасысын, балықтарға орын болып жатыр. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балаузын, құрт жібегін хаммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасаған машина, фабрик адам баласыны бірәді. Пайдасы үшін жасалса, бұл жасалушы махаббат бірлән адам баласын сүйген емес пе? Кім сені сүйсе, соны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздық бірлән бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде, кішкене уақытында шафқат сахары бірлән бастарын байлап, қамқор қылып қоймады. Адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлки адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын. Бұл хикметтерінен хәммәсіне хәм мәрхамат, хәм ғадалат зағиетірген. Сіз өз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал оның үшін мүсілім болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Бұл фиғылды Құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жек көрмейміз. Өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес, ең болмаса шала. Алла табарака ва тағаланың пенделеріне салған қайса, оны көбі білмейді. Тафаккару фи ал-иллахи деген хадис шарифтің «Инна Аллаху юхуббул мақсидин» деген аяттарға ешкімнің ұқпаса, көңілі менен ғылымы жетіп құптағаны. Ат-тамарру ан-насабил бири ва ахсану. Инна Аллаха юхиббулу мухсинин ва аллазина аману ва амилу салихати аллаика асхабул жанатикум фиха халидун деген аяттар Құранның іші толған ғамалы салих не екенін білмейміз.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجورهم والله لا يخزيهم ayatına қарасаң, ғамалу салих залымдықтың елге болар. Олай болғанда, ғадалат раққат болуға, кімде-кімнің әділеті жоқ болса, оның қиясы жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі «Мән ла хайаван лаху ва ла иманын лаху» деген дәлелдір. Енді белгілі иман құры, инаны іш бірлән болмайды. Ғадалат ва рафхат бірлән болады. Ғамалу салих ғадалатты мархаматты болмақ күллі тән бірлән қылған. Құлшылықтарын ешбірі ғадалатты мархаматты бермейді. Көзім күнді көреді, намаз оқушы, руза тұтушылардың не халлатта екендіктерін оған дәлелдер емес. Бәлки ғадалат барша езгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят, бұл ғадалаттан шығады. Аның үшін ғадалатты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде қылық менімен, сондай мұндай қылықтармен мұғамәлә қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол қылықтармен мұғамәлә қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділетті һәм инсап демес пе? Ол һәммә жақсылықтың басы емес пе? Олай қылықпенен сол ойды ойлаған, кесті халлақаны шүкірді не ойламайсың? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар, ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық да, һәммәсі босанады. Алла яр софының бір фәрдеден 100 фәрді бейжай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша, Құдай тағала қылымда, рақымда, ғадалатты құдіретті. Сенде бұл қылым, рақым, ғадалат 3 сипат бірлән сипаттанбақ. Ижтихадың шарт еттің, мұсылман болдың, һәм толық инсанияттың бар болады. Белгілі жауан мәртлік 3 хассала, бірлән болар деген сиддік, кәрәм, қақыл, бұл үшін дән сиддік. Кәрәм шафағат болар, қақыл мағлұмдыр. Ғылымның бір ат екендігі, бұлар әр адамның бойында Алла табарака ва тағала тәхмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған раваж беріп гүлдендірмек, бәлки адам өз халынша кәмелетқа жеткізбек, жәһәтте болмақ. Бұлар өз ижтихадың бірлән, ниет халис бірлән ізденсең ғана берілетін нәрселер болса жоқ. Бұл айтылмыш 3 хаслаттың иелерінің алда пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл 3 түрлі фиғыл Құданың соңында болмақ. Өзің құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті. Әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ұхрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол халге жетті. Дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки хисапқа алмады. Хакимдер дүниеде тиетін пайдасы сөйлейді. Ғибрат көзімен қарағанда, екісі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Аның үшін әрбірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап, пікірлемекті екісі де айтты. Пікірленбектің соңы ғибратланбақ болса керек. Бұл ақыл, ғылым, екісі де өзін зорға қисапламақты, залымдықты, адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Һәм екісі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рақым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді. Бұл 2 тайфа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсі фида қылушты. Яғни пенделіктің кәмәләті, әулиелік бірлән болатығын болса,
күллі адам тәркі дүние болып, қу деп тарихатқа кірсе, дүние. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды кім тоқтады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді? Дүниедегі Алланың пенделер үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді? Әләни, макрухи бұлай тұрсын, Құдай тағаланың қуаты бірлән, ижтихат ақлың бірлән тауып, рахатын көрмегіні бола жаратқан. Берген нигмәттәріне, онан көрмек хузурға, суық көз бірлән қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке ықсаққа тұста. Сахиб нигмәтке шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздік бірлән күнәкар болмайсың. Екінші, бұл жолдағылар қор болады, дүниеде жоқ болып кетуде қауымдар. Уа кәпірлерге жем қылып берді, қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабыр менен бір қарар тұрамын деген болып кетселер де керек. Егер де бұл жол жарым жартыларда ғана айтылған болса, жарым жарты раст үйді бола ма? Раст болса, қаммаға бірдей раст болсын. Алалаған раст бола ма? Қам ғадалат бола ма? Олай ойлағанда, ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі қағибат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, бірақ әулилердің де бәрі бірдей тәркіт емес еді. Ғашеден, Мүбәшшарадан, Хазрет Осман, Абдурахман би Гауф уа Сағид бин Әбуд Қас үшеуі де үлкен. Ол тәркі дүниелік, я дүние ләззәтіне алданып, иждихадым шала қалат деп ойна сенбегенді. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілі суытпақшын, ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен шаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан, әр бір арзуи нәпсіден суынып, әдәләт, уа мархабат махабатына бір қарар болар мекен деген Олай болғанда, о да жұртқа қылған артық махабаттан қисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек кәсіп жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмілетіне жетпек болар. Бұл заманда надир, бұған қылымның да зора, зиддік қайраттың да зора. Махабаттың халақна да, уа халық қаламға да бек зоры табылмақ керек. Олардың жиылмаға қиынның қиыны, бәлки фитне болар. Басына хам өзіне өзгешелік бермек, адам ұлын бір бұзармыз. Әрбір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүрген, біз бұзылдық дегенімен бір бар. Хаким ғылым асылда бір сөз, бірақ қарапта басқалар дөп. Дүниеде ғылым зәхири бар. Олар айтылмыштарды нақлия деп. Бұл нақлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тағала еш бір нәрсені себепсіз жаратты. Мұны ізерлеп, тафаккару фи алла иллахи деген аятына бинаян бұл сұңғати құдадан ізерлеп, құмар болып, ғибратанушыларға тию жоқ. Бәлки сұңғатынан себебі құмарлықтан саниғына қашықтық шығар. Құдай тағаланың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демек те орынсыз. Ғашық мақшұқлыққа халид бірләм мақлық ортасы насибәтсіз Алла тағаланың пендесі махаббат уа мархабат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат бірлән ғана елжәметті Құдаға ғашық болыңыз. Олай болғанда хикмет Құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хаким. Олар хақ бірлән батылды айырмаққа себептерін білмекке тырысқандары Әммәсі адам баласының пайдасы үшін
ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат барға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ. Әрбір нәрсенің себебін таппақ пенен ләззаттыны. Адаспай тур іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Пейгіл пәнденің қазығы, осы жақсы хакимдер әр нәрсе дүниеде, солардың истихражы бірлән олардың ісінің көбі дүниесі. Ләкин осы хакимдердің жасаған, таратқан, уа айтқан істері әд-дүния мәзрәгәтүл ахирет дегендей ахиретке егіндік болады. Әрбір ғалам хаким емес, ал әрбір хаким ғалам. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кесіп қылады. Хакимдердің хақлияты бірлән жетсе, иман яки. Ол хакимдерден мұрат, мұсылман хакимдері болмаса, ғайри діннің хакимдері, әгәрша матлубни, тәжидуни делсе де, дүниенің хам адам оғлы өмірінің сұрғар етсе де, діннің хақ мақрифатына жиналмағандар. Олардың көбі иманның 7 шартынан бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кім күмәнді, кімі мүнкір болып, тахтиклай алмағандар. Егер бұлар дін ұстасымыз емес болса да, дінде басшымыз, Құдайдың елшісі, пайғамбарымыздың хадис шарифі, «Хайруи нас мән янфагу ан-нас» деген. Ол хакимдер ұйқы, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іш шығармақлығына, яғни электрді тауып, аспаннан жайды бұрап алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайдасын тауып, 1000 адам қылалмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уа хусусан адам баласының ақыл пікірін ұсынып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиғлық болған соң, біздің оларға міндеткерлерімізге бұл заманның молдалары хаким атына дұшман болады. Әлки бұзық фиғл, әлінсән ғаддулләмә жәхилға хиса. Олардың шәкірттерінің көбі біраз харап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл, түрлі зарарлар хасил қылады. Айғай менен, мақтан менен қауымды адастырып кеткен. Олардың көбі әншейін жәхил түгіл, жәхиллер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір инсапқа қайтсын хам ғибраттанасың. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген инсап, құры өзімшілдік, хам әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиғл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Оған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып ғадалеттен тәпіштеуді керек. Мұндай фиғлдардан бір қауіпі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақыр заманда 1 жылдық бір күн болар дегенде, сахаба икарамлар бұл жылдық күнде намаз неше болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгері бірлән қағидалар өзгерілмеген білдіргені болады. Бұл күндегі таксил улым ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп рушидиялар салынып жаңа низам айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ақ бақастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеден адам бір ессіз адам болып шығатта, қаракетке ылайық жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салды. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тасирсіз болады.
Dünyenin mağmurlığı bir türlü akılga kur berip turadigan narsa. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетін де болады. Әлгі дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөйлеген, дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек қасты бірлен малға махаббатын аударғандар, дүниеде болмаса, санда қолым қысқа болмасын деп, һәм біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал кәсіп бірлен тапқан дүние емес. Біз халатты сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлен қылып кәсіп қылмақпыз. Өнер, өнерді үйренбек өзі де ісі. Бірақ ол өнер ғадалеттен шықпасын, жарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше иқсан болмақ парыз. Бірақ өзгелердің иқсанына сүйеніп басымыз. Молдалар тұра тұрсын, осылсан бұл замананың ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитне ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хукім шариғатты таза білмей, көбі адам. Онан асып өзін-өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағдысын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, олардың жеткізбегі мұқал. Олар адам аздырушылар, қата дінге де зарарлыdır. Олардың сүйенгені надындар, сөйлегені жалған, дәлелдері тасбығы менен шалмалары, онан басқа ешнәрсе жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол ниһаятсыз болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам денген. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаңа болса, өзің ниһаятласың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Аламнан жиылсын, алам құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген, ол не деген ынсап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол ниһаятсыз жол. Сол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың. Ниһаятсыз Құдаға тақырып қасил болып, қас езгі құлдарынан болмақ үміті бар, өзге жолда үміт бар. Біреулердің бар өнері, мақсаты киініп түземек. Жүріс тұрысын түзетмек болады да, мұнысын өзінше бір дәулет біледі. Бұл істердің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақмақтарға бәрі келгенсен. Осындай болар ма еді деп, біреулер талаптанар, біреулер осындай бола алмадық деп күйдер. Мұнан не пайда шықты? Не пайда? Мұнша әуреленіп, сыртыңды бір сүйген қауымға ұқсатарсың. Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтығын қалыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектік Құдай тағала дүниені кәмілетті шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін өзі деп жаратқан. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмаға, өзінің өзгелерге қолыңнан келгенше достық мақалында болған. Кімге достығың болса, достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық, һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, я қылықпен,
өзін өзі артық көрсетпек мақсатынан болдақ. Бұл өзін өзі артық көрсетпек. Әуелгісі әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтың. Бұл адамға. Екінші, өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың бұрын. Үшіншісі, қастық қылмақ, қортылмақ, емінбек. Олар дұшпанға шақырады. Һәм өзі өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асам деген күншілікті білдіреді, күншілік бозайды. Ол үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талапсырады. Күллі адам баласын қорғап үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оларсыз біледі. Білімсіздік хайуандық болады. Хайуандық. Еріншектік күллі дүниедегі өмірдің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық. Бәрі залымдық болса адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан болса. Бұлардың емі Аллахына махаббат, халық қаламға шапқат, қайратты тұрлаулық әдәләтсінің алдардың байқарлық білімі. Ол білім ғылымда Құдаға мұқтади болсын деген Құдай тағала бұл ғаламды жаратты. Ерімбет, келісімменен, хикметпенен кәмәләтті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңізде бір жақсылықты бейна қылып, арқа сүйерлік шеберлік береді. Және Құдай тағала әрне жаратты. Bir türlü пайдалы бар. Сенің десіңнен бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміт бар іс болсын. Бұларсыз іс емес. Бәлки бұларсыз тағат емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тәклif қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің қауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп. Парыздарды білмекке, ижтихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, езгілік деп қыласыз. Езгілікке бұла қаст етіп демесіз. Ниет оның парызынан хисап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі: «Инна ягмалла агмал бин ният». Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, руза тұтмаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз захирінен қалып сыр, ибадатқа жетпегендігі кемшілік емес. Сіздің батиніңсіз таза болмаға ол иман болып, ол захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захиріңіздағы ғибадат батиніңіздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көріп үшін бұйырылды. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, біреу. Бірақ езгу тағат бірлән нұрланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенеді. Бәлки сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнеді. Менің қаупім бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі. Күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояту тұрмағын қаст қылса, күзет
күзөткөн нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзөтілген нәрсенің амандығы, тазалық емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара. Ол ғибадаттан бір үлкен намаз, ол намаздан әуелі тахарат алынады. Сонан соң намазға шуруқ қылынады. Ол тахараттың алды истинжа еді. Аяғы екі аяққа мәсіқ бірлән бітуші еді. Бұлар хәммәсі болмаса көбі ишарат еді. Истинжада артыңызды жуасыз. Сіздің артыңыздың ешкімге керек жоқ еді. Онымен сезімді, тазалыққа кіргендігіңді, кәміл ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафылығының соңында халық көрер, сыртымды да пак етемін, һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пак етемін. Бұл пактықтың үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірлейсіз. Енді намаздың аты салават, дұға мағынасында. Аяқта мойнында болған мәсіхлар, ол жумақ емес, өздері де жуылы деп көрсеткен. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, кірша, Алла тағаланы жоғарда деп, мәкан испат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дариясына ғарқ болды. Яғни, дүние әуесіне ғарқ қылмай қолынан тар. Яғни, құтыларлық шәрді. Онан соң қиямда тұрып, қол бағламақ, құл қош алдында тұрмақ, бұқара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзінің ғажиздығына ықрарының беріктігін көрсеткен. Қыблаға қарамақ кірша, Құдай тағалаға еш бір орын емес болса да, зияратым парыз еткен орынға жүзін қарады. Сондағы құдай қабылдыққа жақын болар еді. Онан соң қираят, яғни Сүрәхи Фатиха. Мұнда бірақ сөз. Ол Фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Руку асырмақ алдында Құда қазірге ұқсас. Ол да сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қадағату лахир дұғаның ақырында Аллаға тахаят, одан тәшәккүр отасылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем бірлен тауысасыз. Яғни, Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз? Ол дұға хазинасы күллі мұсылмандарды ортақ тастырып, оларға да сәлемәтшілік тілеп, һәм рахмет тілесіз. Бұл сөзден не ғибратландық?